Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз жасамақ сорпасын дайындайтын боламыз. Орысша айтқанда чечевица сорпасы. Қызып тұрған майға орташа пиязбен 2 штук чеснокты қуырып алатын боламыз. Пиязды сарғылт түске айналғанша жақсылап қуырасыздар. Одан кейін 2 шай қасықпен тұз саласыздар. Және аз қасықты толтырып, 1 қасық томат қосып, пияз, чеснок үшеуін қуырып алыңыздар. Қызара бастаған кезде қалған көкөністерді қосасыздар. 1 үлкен сәбіз, 2 орташа картоп және 1 помидорды қоссаңыз болады. Бұл бірақ өзіңіздің қалауыңызша, егерде жоқ болып жатса, қоспасаңыз да болады. Көкөністердің үстіне 300 мл жуылған чечевица, жасымық горохын қосасыздар. Барлығын былғап, 2-2,5 литр суды қосасыздар. Міндетті түрде барлық көкөністердің үстін жауып тұру керек су. Және қалауыңызша қара бұрыш пен қызыл бұрышты қосасыздар. Газдың астын жай қойып, 15-20 минут қайнатып аласыздар. Осылай барлығы жарылып, өте жұмсақ болып піскеннен кейін блендермен өткізіп аласыздар. Жасымақ сорпасы дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Индира Отар.